Так жігіттер, мен сендерге айтайын. Сендер оқыған кітапты жазған мен. Кеше TikTokқа видео салсақ, Opel'дің моторын Nexia'ға саламыз деп. Біраз жігіттер салып жүріп, оның тормозын істеу керек, бірінші анау мынау деп. Opel'дің тормозный системасын Nexia'ға салу туралы видеоны түсіргенімізге уже мен примерно 1 жыл, 2 жыл болып қалды. Инстаграмда примерно, короче, 1 миллион 600 просмотр. TikTok'та где-то 100 мыңнан асатын просмотр жинаған. 1 миллион 600 мың просмотр жинаған. Именно Nexia'ға Opel'дің тормозной дискісі туралы видеомызда. Қазір, например, мына жерде, мына Nexia'да қазір полный перед зад екі Opel'дің тормозной системасы тұр. Мен қазір сендерге түсіндірейін, енді түсінбейтін жігіттерге неге тормозной система Opel'дікін салу керек екен. Например, передний тормозной диск. Мынау Nexia'ның өзінікі. Nexia'ның тормозной дискісінің охлаждениесі арасы жақын болады, теплоотдача аз болады мына жерде. Opel'дің екі кубтың тормозной системасында охлаждениенің арасы алыс болады. Получается, мына тормозной дискінің теплоотдачасы мықты болады. Передний суппорты мен дискісімен осылай Opel'дікін салуға болады. И задняя часть, самая важная часть, задний міне. Бұл жерде тоже екі куб Opel'дің полный тормозной системасы тұр. Ручник не керек, бәрі істеп тұр. Еще плюсы бұл жерде литий ступица. Литий ступицаның жақсы жері, бұл жерде морковка деген нәрсе жоқ, полный литий болады. Opel мінетіндерден сұрасаңыздар білет мынанша. Вагоннан келгелі әлі ауыспаған ступицалар бар задний. Миллионник деп ат қойып болған біздің Opel'истер болғанша. Еще екінші плюсы мынау тормозной система, задний тормозной система, теплоотдача мықты болады. Тормозда ең важный нәрсе теплоотдача. Сіздің тормозной колодкаларын қысқан кезде, дисканы қызған кезде сол температураны шығарып тастай алмаса, ол қызғаннан кейін ұстамайды. Жіктер ішіндегі тормозды жетіс қайнап кетеді. Воздушный пузырьктар пайда болады. Сол үшін педальдің төменге қарай кетіп қалатыны содан. Егерде осылайнан сіздерге под ключ полный перед зад ручниктерімен как положено салып беру керек болса, екі Opel'дің тормозной системасын полный осылай салып береміз. Хабарласыңыздар жігіттер.